19-шы аудиомәтін. Жауырыны жерге тимеген Қажымұқан. Қажымұқанның спорттық өмірбаянында оның джиу-джитсу күресі бойынша Жапония чемпионы Саракаки Джиндофумен болған күресі айрықша орын алады. Бұл күрес Токиода өткен еді. Француз күресінен әлем біріншілігінің ресми жабылуынан кейін боз кілем үстіне жапон палуаны шығып, өзінің джиу-джитсу күресі бойынша кез келген палуанның жауырынын жерге тигізетінін жария етеді. Бірақ бірде-бір палуан бұл ұсынысты қабыл алмайды. Өйткені палуандар күрестің бұл түрінде рұқсат етілмеген тәсілдер қолданылатынынан хабардар еді. Онда қолды сындыруға, қол мен аяқты бұрауға, тістеуге, қылқындыру мен дене мүшелерін ауыртатын күш қолдануға рұқсат етілген. Осыған дейін кейбір еуропалық палуандардың өздеріне сенімді жапондарды тәубасына түсіруге талпынған әрекеті, керісінше өздерінің еліне мүгедек болып қайтумен аяқталғаны белгілі еді. Алғашқыда Қажымұқан залда неліктен құлаққа ұрған танадай тыныштық орнағанын түсінбеді. Оған жапон палуанының сөзін жеткізгенде, ол үстіндегі шапанын шешіп жерге тастап, еш ойланбастан боз кілемге жүгіріп шықты. Жапонды қарғып келіп, Қажымұқанның құлағының бір бөлігін жұлып әкетіп, кері шегінді. Қажымұқан ыңғайлы бір сәтті дер кезінде пайдаланып, жапондықты өзінің қарулы құшағына қысып алып, оны қатты екпінмен кілемге лақтырды. Осылайша жапондықтардың джиу-джитсу күресі бойынша ешкімге дес бермейтіндігі туралы аңызына үлкен нүкте қойылды. Жапон палуанының Қажымұқанмен белдесуі ол үшін трагедиямен аяқталды. Ол 6 айға жуық ауруханада жатып көз жұмады. Мұның бәрі Қажымұқанның ең әйгілі палуандардың бірі болып, әлемнің атақты спортшыларымен бір қатарда тұратындығын көрсетсе керек. Кәсіпқой күрес сахнасында тер төккен орыс палуандарының бірі кейінірек, сол кездері бүкіл әлемде қазақ батыры Қажымұқанның атағы жер жарып тұрды деп жазды.